Декстрокардия. Декстер оң, кардия жүрек дегенді білдіреді. Біздің түсінікте қалыпты жағдайда жүрек 3/2 бөлігі сол жақта орналасады, ал декстрокардия кезінде оң жақта жатады. Орысша айтқанда зеркальное отражение. Себептері: генетикалық фактор. Егер анасы не әкесінде декстрокардия болса, онда баласында да болуы мүмкін. Бірақ бұл өзгеріс аутосомды рецессивті жолмен тұқым қуалайды. Яғни балаларында болмауы мүмкін, бірақ немерелерінде пайда болуы мүмкін. Шөберелерінде жоқ, бірақ шөпшектерінде қайта пайда болуы ғажап емес. Жатырішілік дискомфорт. Яғни эмбрион дамып жатқан кезде оған қолайсыз әсер еткен факторлар мутацияға алып келеді. Бұл факторларды екіге бөлеміз: сыртқы, темекі шегу, алкоголь тұтыну, дәрілер шектен тыс ішу, иондаушы сәуле, рентген сәулесі, әсіресе алғашқы триместрде. Сол үшін аяғы ауыр әйелдерге рентген тағайындалмайды. Ал жалпы дені сау әйел алуды ұмытпа. Ішкі факторлар: ауыр токсикоз, жатырдың туа біткен кемістігі. Бұларға кінә артпаймыз, барлығы түсінікті, норм жағдай. Патофизиологиясы: жүктіліктің алғашқы триместрінде жүрек түтігі солға қарай иілуі керек, сөйтіп қалыпты жүрек дамиды. Бірақ декстрокардия кезінде бұл түтік оңға иіледі, нәтижесінде жүрек оң жақта қалыптасады. Симптомдары жоқ. Көбісі бұл жағдайда кездейсоқ, мысалы профилактикалық тексеру кезінде біледі. Мысалы аускультацияда жүрек үні әлсіз немесе тұйық естіледі. Перкуссияда жүрек шекарасы оңға ығысқан. Рентгенде анық көрінеді. Жүрек орнында емес. Айырмашылықты байқап тұрсың ба? Жарайсың. Маңыздысы декстрокардия туа пайда болған жағдай. Сол себепті дәрігерлер міндетті түрде қосымша жүрек ақаулары бар ма, жоқ па тексереді. Ол үшін ЭКГ, электрокардиография тағайындайды. Қорытынды бүгінге осы. Беттеріңнен сүйдім.